Қайырлы кеш достар, сіздермен бірге мен Перизат және онлайн-сауда компаниясы. Біздің бүгінгі видеоблогымыз LED панельді лампаларға арналады. Бұл лампалар өзінің ең басты бір ерекшелігі, бұлар яғни үздіксіз жану мерзімі 30 000 және де 50 000 сағатты қамтиды. 30 000 сағат дегеніміз бұл есеппен шаққан кезде 3 жыл 4 ай, ал 50 000 дегеніміз ол 5 жыл 7 айға дейін жетеді деген сөз. Яғни азаннан кешке дейін 24 сағат бойы жану бойынша бұл 3 жыл мен 5 жылға дейін жетеді дегенді білдіреді. Енді бұл лампалардың құрылымы бойынша светодиодты болып келеді, яғни жарық диодты шамдар. Материалы диодтың беті мінекей пластикпен қапталған, оның сыртындағы корпусы металл. Металл корпусына байланысты олар 3 түрлі болады бізде. Мінекей ақ түсті металл, никельді металл және күміс түстес металл болып бөлінеді. Және де формасына байланысты бұлар дөңгелек және төртбұрышты болып бөлінеді. Және де жарық беруіне байланысты олар ватт дәрежесіне қарай 5 ваттық, мінекей 5 ваттық, 12 ватт, 9 ваттық, 12 ваттық және де 20 ваттық болып бөлінеді. Әрқайсының жану ерекшелігі өте ерекше, яғни жану мысалға жағып көрсетейік. Қазір бірге барлығымыз көреміз. Мына 9 ваттық лампа жануы өте қатты. Бұл жердегі сақтық шарасы, яғни сақтық бір ережесі бар. Бұл лампаны көзіңізге 1 метрге дейін жақын қаратуға болмайды. Бұл өзіңіздің денсаулығыңызға зиян әкеледі. Ал өзінің жалпы техникалық шаралары бойынша бұлар мінекей жарық беру ерекшелігі өте жақсы. Потолокке, яғни төбеге осылайынан орнатылады. Бұл шамдарды көбінде қонақ бөлмелерді, жатын бөлмелерді немесе кіреберістерге орнатқан өте әдемі көрінеді. Және де бұндағы тағы бір ерекшелігі, бұл лампаның егер 3 жылдан кейін немесе 5 жыл ішінде сізде лампа күйіп кеткен немесе жанбай қалған жағдайда, бұл лампаның, яғни панелі бұлар ешқашан тозбайды, күймейді, өртенбейді және сарғайып кетпейді. Сіз тек егер бұл жанбай қалған жағдайда, мінекей өзінің қорғаныш блогы бар. Осы блокты айырбастау арқылы оны қайтадан іске қосуға болады. Бүгінгі мінекей видеоблогта біз қолдан тағы да өзіміздің өнертапқыштық туындымыз, яғни сіздерге көрсету үшін осы тәжірибе түрінде өзіміз басын вилка жалғап, сіздерге көрсету үшін для демонстрация дейді ғой, осылай дайындаған болатынбыз. Егер біздің сіздерге түсірген видеомыз пайдалы болса, онда бізге лайк басып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырыңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздермен бірге болғанымызға өте қуаныштымыз. Күндеріңіз сәтті өтсін.